Жиеннің нағашыдан алатын кәдесі. Қазақта кішкентай балаларға арналған салт дәстүрлер жетерлік. Соның бірі бәсіре атау. Ата-бабаларымыз балаға бәсірені не үшін қалай берген? Бәсіре сүндет тойының алдында ұл балаға арнап тай немесе құлын атап қою рәсімі. Бәсіре тағанда кішігірім той жасалған. Қазақ ішінде қырғыздармен этномәдени байланыс барысында бәсіре мал баланың бәсіресі деп аталатын ұғымнан ауысқан деуге негіз бар. Орта жүз бен кіші жүзде балаға мал атадық, балаға ат болсын деп берер малына ен салады. Көбінесе бәсірені бала ат жалын тартып, яғни 7 жас кезінде мүмкіндігіне қарай жүйрік жорға шыққан тұқымнан құлын таңдайды. Бәсіре негізінен жылқы малынан аталғанымен кейбір кезде қозыны да атаған. Бәсіре малға ен салып, үнемі қадағалап жүреді. Бәсіре малдың басына түскен ауыртпалық арқылы баланың ілгерде жолының қалай болатындығы ырым еткен. Наным бойынша баланың болашағы оның бәсіре тайымен тығыз байланысты дейді. Сондықтан ондай тайды мінбейді, жекпейді, соймайды, әрі сатпайды. Қайта баламен бірге бұлай етіп өсіреді. Өзінің атаулы малымен бірге өскен бала еркін болып, кішкентайынан мал қадірін біліп, шаруаға икемді келеді. Сондай-ақ ұзатылған қыз 2 жылдан соң баласын көбінесе тұңғышын ертіп, төркініне барғанда алғаш табалдырығын аттап кірген жиен нағашысына бәсіре алмаса, оны өскеннен кейін өсіммен қоса алуға құқы болған.